Қарызды қарызбен жабу. Қайтадан қалай қарыз алып қойғаныңды білмейсің. Табысың өсіп жатыр, қарызың да өсіп жатыр, иә? Оның себебі неде? Бірінші, ниетіңіз дұрыс болмаса, результат болмайды болады. Ниет дұрыс емес кезде амал ешқашан дұрыс болмайды. Жұмыс жасамай, өздігінен өзі пассивный доход создавать етемін деп финансовый пирамидаға кіріп кеткен болуыңыз мүмкін, иә? Немесе біреуге қарыз алып бересің өзіңнің атыңнан, иә? Егер де сіз осы видеоны көріп отырған болсаңыз, демек сізді осы сұрақтар мазалайды. Қарызды қарызбен жабу. Енді ғана қарызды төлеп бітіп жатсың вроде бы, бірақтан қайтадан қалай қарыз алып қойғаныңды білмейсің. Вроде бы табысың өсіп жатқан сияқты, бірақтан қарызыңның қалай өсіп жатқанын тоже байқамайсың. Яғни табысың өсіп жатыр, қарызың да өсіп жатыр, иә? В тютельку дейді ғой, қарызыңды енді жаңағыдай төлеп бітесің, уже келесі айда тағы қарызың келіп қалады, иә? Табысыңды енді осы айда төлеп боласың, келесі айда тағы. Оның себебі неде? Алдымен сізге қарыздың екі түрі жайында айтып берейін. Бірінші түрі ол нормальный қарыз, дұрыс қарыз, яғни қарыз алатын кезде сіз расчеттайсыз, қиналмай төлейсіз. Егер сіз қиналмай қарызыңызды спокойно тапқан табысыңыздың бір 20% ары кетсе болып сіз спокойно төлеп жатқан болсаңыз, ол адам болғаннан кейін болады, иә? Мүлдем қарызсыз деген адам болғаннан кейін қатты бір нәрсе керек болып қалады, қажет болып қалады, адам болғаннан кейін болуы мүмкін, иә? Ол нормальный қарыз. Ол жерде ниеттің дұрыс қарызы. Екінші, сіздегі ниеттің дұрыс болмауы. Яғни бағанағы айтып өткен причиналар сізде болатын болса, яғни, значит, сізде ниетіңіздің, қарыз алған кездегі ниетіңіздің дұрыс болмауы. Ол қалай? Мысалға, сіз қанша жерден формула бойынша бірінші ниет, одан кейін амал, одан кейін результат. Яғни сіз қарызды жасауға қанша амал жасағанымен, жұмыс жасағанымен, егер сіздің мына жақта бірінші ниетіңіз дұрыс болмаса, результат болмайды. Ниет, өзіңіз ойланып көріңізші, қарыздарыңыздың барлығын, қазіргі сіздегі бар қарыздардың барлығын жазып шығыңыз. Қай жерден бастап сіз қарызды төлеуге қинала бастадыңыз, немесе ең бірінші алған қарызыңыздан бастап қинала бастадыңыз ба? Вот сол моменттен бастап есіңізге түсіріңіз. Ол қарызды не үшін алдыңыз, қандай ниетпен алдыңыз? От души өзіңіз үшін деген ниетпен алдыңыз ба, немесе біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін алдыңыз ба? Біреуге бір нәрсе көрсету үшін алдыңыз ба? Немесе біреудің көңілі қалмас үшін деп алдыңыз ба, я? Немесе қалып кетпейін, жұрттан қалып кетпейін деген ниетпен алдыңыз ба? Немесе осы маған міндет қылмасын деген ниетпен алынған қарыз ба? Немесе курс алған болсаңыз, я? Осы маған міндет қылмасын, жұрттан қалып кетпейін, өзім ақшамды өзім табайын деген ниетпен алдыңыз ба, я? Яғни өз ақшасын өзі табу деген нормальный нәрсе, бірақтан мынау маған міндет қылмасын, немесе жұрттан қалып кетпейін деген идеяның өзі дұрыс емес, дұрыс емес ниет. Яғни дұрыс ниет па? Осы ниетті дұрыстаған кезде, яғни психологиялық тұрғыдан алған кезде, осы ниеттердің барлығын дұрыстаған кезде ғана сізде амалыңыз дұрысталатын болады. Ниет дұрыс емес кезде амал ешқашан дұрыс болмайды. Яғни ең бірінші ниетті дұрыстауыңыз керек. Ең бірінші сіз соның ниетіңіздің қандай ниет екеніңізді анықтап, соны мойындауыңыз шарт. Яғни мойындамай, жоқ, менде ондай емес дейтін болсаңыз, ол сізде сіз ешқашан амалыңыз дұрыстап, қарызыңыз жабылмайды. Яғни қарызыңыз жауып келетіп, қайтадан қарыз. Немесе жұмыс жасамай, өздігінен өзі пассивный доход создавать етемін деп финансовый пирамидаға кіріп кеткен болуыңыз мүмкін, иә? Ол жердегі идея просто так ақша келе берсе, мен жұмыс жасамасам, яғни жауапкершілікті өзіне алмау, жауапкершілікті біреуге ысыра салу, яғни өзің өміріне полный ответственность алып, өзіңнің еңбегіңмен табу емес, просто аспаннан келе берсе, яғни мен ешнәрсе жасамасам деген ниет болған болса, то есть жауапкершілікті, өзіңнің жауапкершілігіңді біреуге ысыру, немесе біреуден күту, маған бұл алып береді, немесе біреуге қарыз алып бересің өзіңнің атыңнан, я? Ол кезде қалай болады? Анау көңілі қалып қалмасын, өзің айтамайсың, я? Анау менімен как будто бы соған алып бермесең, сенімен араласпай кететін, бүкіл әлем сені тастап кететін сияқты сезінесің, я? Сондай причиналар болуы мүмкін, яғни, я? Іштегі қорқыныш дейді оны, іштегі қорқыныш, іштегі сен, бұның барлығы қай жақтан шығады? Бұл себептердің барлығы, біздің кішкентай кезіміздегі травмалар, яғни ішкі қорқыныш, сенімсіздік, бір нәрсе жасауға деген қорқыныш, я? Бүкіл нәрсе осы причина
причиналардан шығады. Оны қалай тағы да прорабатывать етеміз? Ең бірінші жаңағы қай жерден сіз келдіңіз, соны бірінші мойындау, қай жерден бастап сізде қарыз бола бастады, соның түпкі мақсатын мойындау, түпкі причина. Мойындап, өзіңіздің отқа май құйып өшіремін деп ойлап жүргеніңізді түсіну, мойындау, одан кейін сол нәрсені жасамау, как минимум. Егер сіздің өзіңіздің қолыңыздан келмей жатса, егер түпкі мақсатыңызды таба алмай жатсаңыз, негізінде әр адамда ол индивидуальный шығады. Әр адамның өзінің какой-то бір жетпей қалған витамин жауып тұрған қарыздың негізгі миссиясы, былайынша айтқан кезде психологиялық тұрғыда ішкі адамның кішкентай кезіндегі жетпей қалған витаминін толықтырып тұрған инструмент ретінде. Егер соны өзіңіз шығарғыңыз келіп, полностью түбірімен қарызыңыздың себебін анықтап, түбірімен жойып тастағым келеді десеңіз, мен Айдана Асылқызы өзімде тура осындай состояниеда болғам, тура осы жаңағы айтқан причиналар менде де болған. Қарызды қарызбен жабу, бірнеше миллион қарызға, кредитке кіріп кеткен жайым болған. Соны жапқан, қалай жаптым, және де сол практиканы, сол терапияларды, яғни қарыздың түпкі мақсатын анықтап, ары қарай не істеу керек, қалай жасау керек, четкий инструкциясын алғыңыз келсе, маған жеке консультацияға келсеңіз болады. Жеке жұмыс барысында, жеке разбор барысында соңғы 6 айда 200-ден аса адамның қарызын жабуға көмектестім. Төмендегі отзывтарды оқып танысаңыздар болады. Егер де сіз де осы кісілердің қатарында болғыңыз келсе, мен сізді жеке жұмыста күтемін. Бұдан бөлек менің инстаграмыма подписация етіп қойсаңыздар, ол жерде де қарыз туралы, ақша туралы өте көп пайдалы ақпараттар бөлісетін боламын, тегін. Одан бөлек осы видео сізге 1% болса да пайдасын берді деп санасаңыз, осы видеоның төменге лайк қойып, комментарий қалдырсаңыз болады. Және де кімге осы видео, осы ақпарат пайдалы деп санаған адамдарыңызға бөлісіп, репост жазап жіберсеңіздер болады. Көңіл бөліп, уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңыз үшін өте сіздер үшін қуаныштымын, алға қарай жылжимын, алға қарай қарызымды жабамын, үлкен результаттарға жетемін деген ниетіңіз үшін сізге мың алғысым шексіз.